Сәлем достар, құрамына небәрі 1000 теңге кететін өте дәмді тортты бүгін бірге жасайтын боламыз. Кеттік. Алдымен кремін әзірлеп аламыз. Ол үшін сүтімізге қантымызды қосып, жақсылап барлығын араластырамыз. Одан кейін бір жұмыртқамызды қосып, миксердің қажеті жоқ достар. Осындай венчикпен ақ барлығын жақсылап араластырамыз. Араластырып болған соң 3 ас қасық жүгері крахмалы, немесе үйіңізде крахмал болмаса, 3 ас қасық ұнды да қоссаңыз болады. Осылай барлығын видеодағыдай біркелкі етіп араластырамыз. Біздің кремімізге әдемі хош иіс беру үшін жай ғана шым-шым ваниль қантын қосамыз. Ваниль қанты болмаса да қыздар ештеңе етпейді, оны қоспасаңыз да болады. Енді жай отта креміміз осылай қоюланып болғанша жақсылап араластырамыз. Шамамен менде бір 10-15 минут уақыт өтті. Осылай қоюланғаннан кейін оған 70 грамм жақсы тәтті осындай сары майымызды, яғни маргаринімізді қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Барлығын жақсылап араластыра отырып, маргариніміз еріді-ау дегеннен кейін, оның бетін пищевой пленкамен немесе кәдімгідей пакетпен қойып, бөлме температурасында суытып қоямыз. Креміміз дайын болды, енді корждарын әзірлейік. Ол үшін 2 жұмыртқаға бірінші қантымыздың жарты бөлігін қосып, осындай миксермен жай жылдамдықта барлығын жақсылап араластырамыз. Бізді массамыз сәл қоюланып, қантымыз езіліп болды дегеннен кейін, қалған қантымыздың жартысын қосып, осылай миксердің жай жылдамдығынан көптеу жылдамдығына қоса отырып, барлығын жақсылап араластырамыз. Бізді массамыз ұлғайып 2 есеге көтерілуі керек. Мінеке массамыз осындай әппақ болып өзгергеннен кейін, оны жақсылап осындай силиконды қасықпен араластырып аламыз. Одан кейін 200 грамм сұйық майымызды қосамыз. Қыздар міндетті түрде сұйық майымыздың иісі болмау керек. Өйткені оның иісі болса, ол кәдімгідей біздің корждарымызға әсер етеді. Мінеке барлығын жақсылап араластырып болғаннан кейін, ұнды міндетті түрде 2 бөлікке бөліп аламыз. Мен ұнға бірден 10 грамм қопсытқышты салып жібердім. Енді осылай ұнның бірінші жарты бөлігін қосамыз. Бірінші осындай силиконды қасықпен немесе ас қасықпен барлығын араластырып, бір қоюланған массамызды жасаймыз. Одан кейін барып, қалған ұнымыздың екінші бөлігін қосамыз. Шамамен қыздар бұнда бір 400-450 граммдай ұн кетеді. Бірақ та әрине әркімнің ұнының құрамына байланысты. Сол себепті ұнымызды бірден